Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Амансыздар ма? Бүгін тағы да әдеттегідей өздеріңізбен 5 сыныптың жаһандық құзыреттіліктер курсындағы жолаушының көлікте өзін ұстау тәртібі деген тақырып бойынша қолданылған және толықтырылған презентацияммен бөліспекшімін. Лайк басып, комментарий жазып, каналды қолдап, каналға жазыла кетіңіз. Өзге де әріптестеріңізге тарата отырсаңыз. Себебі олар осы бейне жазбаны көре отырып, өзіне қажетті ақпаратқа кезігіп қалуы мүмкін, немесе өзіне жаңа бір тың идея келуі мүмкін, және уақытын тиімді қолданар еді деген сияқты. Енді сабақтың мақсатын өздеріңіз көріп отырғандай оқи кетейін. Оқушылар қоғамдық көлікте өзі ұстау ережелерін сабақ барысында үйренеді. Әдеттегідей сабақтың басында оқушылардың назарын тақырыпқа шоғырландыру үшін, зейіндерін жинақтау үшін мына бір бейне жазбаны көрсете арқылы оқушылардың тақырыпқа қызығушылығын оятып аласыз. Осы бейне жазбаны көрсетіп аласыз, одан кейін мына кіріспе сөз өзіңіздікі, өзіңіз оқисыз. Көліктегі жолаушылардың тәртібі бұл қоғамдық көлікте де, жеке көлікте де маңызды мәселе. Бүгінгі сабақ жолаушылардың қауіпсіздігін, көлік жүргізушісінің назарын аудармауды және басқа жолаушыларға ыңғайлы болуын қамтамасыз етуге бағытталған. Жолаушылардың жауапкершілігін арттыру арқылы біз жол қозғалысының мәдениетін жақсартамыз десе, әдеттегідей баскетбол әдісін қолданып, бір ұл бір қызға кезек допты лақтырасыз. Ол оқушылар орындарынан тұрып, мына презентацияның слайдындағы ақпараттарды кезекпен дауыстап, мәнерлеп сыныптастарына оқып береді. Осы арқылы ол оқушылардың да оқу сауаттылығы бойынша оқу дағдыларының жетілуіне жағдай жасайсыз. Жалпы ережелер: көлікке мінерде және түсерде тәртіп сақтау, басқа жолаушыларға жол беру, орындықты ластамау және ыңғайсыздық тудырмау. Жүргізушінің назарын аудармау, оған қажетсіз сұрақтар қоймау, қоғамдық көлікте қатты сөйлемеу, музыканы қатты тыңдамау және басқаларды сыйлау. Ол бала келесі қыз балаға лақтырады. Ол оқушы қауіпсіздік шаралары деген ақпаратты оқиды. Көлік қозғалысы кезінде орындық белдігін тағу. Бұл қауіпсіздіктің маңызды шарты. Көлік есіктерін ашпау және терезеден шықпау. Бұл жарақатқа әкелуі мүмкін. Көлік жүріп бара жатқанда орнынан тұрмау, себебі ол құлауға әкелуі мүмкін. Кішкентай балаларды қараусыз қалдырмау, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Келесі, балалармен саяхаттау. Бұны келесі оқушы оқиды. Кішкентай балаларға арналған арнайы орындықтарды пайдалану. Бұл олардың қауіпсіздігін арттырады. Балалардың көлік ішінде қауіпсіз ойнауын қадағалау, ойыншықтар мен басқаларды мазаламауын қадағалау.
Ұзақ сапарларда кішкентай балаларға арналған ойындар мен кітаптар дайындау, олардың қызығушылығын арттыру. Себебі осы жерде мына қосымша ақпаратты айта кетесіз. Ұзақ сапарларда кішкентай балалар кішкентай болғандықтан тез зерігіп, іштері пысып кетеді де, көлік ішіндегі өзге жолаушыларға ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Келесі, кішкентай балаларды көлік ішінде тәртіп сақтауға үйрету, оларға үлгі көрсету. Себебі сіз оқушысыз, одан үлкенсіз, ол кішкентай, сізден үлгі алуы керек деп оқушылардың өзіне салмақ тастап қоясыз. Одан кейін әрі қарай келесі оқушы мына тақырып слайдты ақпаратты оқиды. Қоғамдық көліктегі ерекшеліктер. Қоғамдық көлікте үлкен заттармен кірмеу, басқа жолаушыларға кедергі жасамау, мүгедектерге, қарттарға және жүкті аналарға орын беру, мейірімділік таныту, аялдамада дұрыс тұру, есікке жақындамау және түсуге дайын болу. Жол ақысын төлеу немесе билетті көрсету, ережелерді сақтау. Бұл қоғамдық көліктегі ерекшелік. Келесі допты қағып алған оқушы енді жеке көліктегі жауапкершілік деген ақпаратты оқиды. Жүргізушінің нұсқауларын орындау, оған көмектесу және қолдау көрсету, жол бойында қоқыс тастамау, табиғатты қорғау, ұзақ сапарларда жүргізушіге демалуға мүмкіндік беру, кезектесіп жүргізу. Яғни ұзақ сапарларда жүргізуші шаршап қалса, ол кішкене тынығып алайын десе, сіз ол кісіге қарсы көңіл күй бұзатын әрекеттер жасамауыңыз керек. Үлкен кісі болсаңыз, сіз демалыңыз, мен айдайын деп, егер көлік жүргізуші куәлігіңіз болса, айдауыңызға болады деген сияқты ақпараттарды қосымша айта кетіңіз. Көлікте темекі шегуге болмайды, себебі басқа жолаушылардың денсаулығында ойлауымыз керек. Келесі оқушы ыңғайсыз жағдайлар деген ақпаратты оқиды. Кешіріңіздер. Егер көлікте біреу өзін нашар сезінсе, жүргізушіге хабарлау және көмек көрсету. Егер көлікте жанжал туындаса, араласпау және полицияға хабарлау. Егер заттарыңызды ұмытып кетсеңіз, көлік компаниясына хабарласу. Көліктегі барлық жағдайларға сабырмен және түсіністікпен қарау. Одан кейін оқушыларға айтасыз, міне балалар, біз осы уақытқа дейін біраз бүгінгі тақырыпқа қатысты ақпараттармен таныстық. Енді жұптық тапсырма орындайсыз десе, отырған орында екі-екіден жұпқа бөлесіз. Айдос пен Айгүл, Жанет пен Гүлім деген сияқты оларға бірден осы тапсырманы орнынан тұрып оқытасыз. Яғни бұл тапсырма дұрыс-бұрыс ойыны деп аталады. Жұптар орындарынан тұрып кезекпен төменгі жағдайларды оқиды. Және оқығаннан кейін оған дұрыс немесе бұрыс деп жауап береді де, қысқаша ғана себебін түсіндіре кетеді. Бірінші жағдай. Автобусқа кіргенде кезексіз кіру. Бұрыс. Себебі жанжал туындауы мүмкін. Екінші, үлкен кісіге орын беру. Бұл дұрыс. Бұл сіздің мәдениеттілігіңізді көрсетеді. Үшінші, автобус терезесінен қолды шығару. Бұрыс. Сіз жарақатқа ұрынуыңыз мүмкін. Төртінші, жүргізушімен әңгімелесу. Бұрыс. Ол жол қауіпсіздігін бұзу болады, көлік апатына әкелуі мүмкін деп жауап беруі мүмкін. Оқушылар өздерінің түсінігі бойынша. Келесі жұп. Қоғамдық көлікте музыканы қатты қою. Бұрыс. Себебі бұл өзге адамдарға ыңғайсыздық тудырады. Алтыншы, қоқысты өзімен бірге алып шығу. Бұл дұрыс. Себебі бұл сіздің мәдениеттілігіңіздің, әдептілігіңіздің белгісін көрсетеді. Жетінші, жол ақысын төлемеу. Бұл бұрыс. Айыппұлға ұрынуыңыз мүмкін. Сегізінші, бейтаныс адамдарға мәдениетті сөйлеу. Осы арқылы өзіңіздің әдептілігіңіздің деңгейін көрсетесіз. Тоғызыншы, аялдаманы алдын ала айту. Себебі өзге адамдарға ыңғайсыздық тудырмау. Бұл дұрыс.
10-шы, аялдамадан жүгіріп шығу. Бұл бұрыс. Бір оқыс жағдайға ұрынып қалуыңыз мүмкін. Одан кейін бар оқушыларға мына 4 нұсқаулық жаднаманы қабырғаға іліп қоясыз да, орындарынан тұрып, 1-2 минут беремін, нұсқаулықпен қайтадан оқып шығып, алған білімдеріңізді толықтыра кетіңіздер. Жылдам уақыт бересіз, таймер қоясыз. Сонда бірінші қадам бұл нұсқаулықта оқып шығады галереяны шарлау әдісі бойынша. Қоғамдық көлікке отырар алдында алдымен барлық жолаушылар салонынан шыққанша күтіңіз. Қарттар мен жолаушыларды балалармен бірге өткізіп, оларға көмектесіңіз. Баспалдақта сөмкелерді немесе колясканы көтеріңіз. Екінші қадам. Қонғаннан кейін ыңғайлы орын алыңыз. Егер сіз жақын жерде жүрсеңіз, бүкіл кабинадан өтпеңіз. Жүру кезінде ұстағышты мықтап ұстаңыз, бірақ басқаларға кедергі болмайтындай етіп ұстаңыз. Сөмкеңізді көзге сақтаңыз. Қалта ұруларының өмірін жеңілдетпеңіз. Егер сізде үлкен заттар болса, оларды басқаларға кедергі болмайтындай етіп бір жерге қойыңыз. Рюкзакты артқы жағынан алып тастау керек. Қолшатырды жабу керек. Өткір, қырлы заттар, мысалы шаңғы, таяқшалары басқа жолаушыларға зақым келтірмеу үшін жабық болу керек. Келесі, 3-ші, саяхат кезінде кітап немесе газет оқымаңыз. Біріншіден, сіз көбірек орын алып, басқаларға кедергі жасайсыз. Өйткені еріксіз шынтағыңызды көтересіз. Екіншіден, қызықты мақала немесе роман сюжеті сізді әмияныңыздан қалай айырылып қалғаныңызды байқамай қалуыңыз мүмкін. Сіз сюжетті оқи отырып деген, мына жерде де оқи отырып сіз осылай түзейтінім бар, арасында кішкене кетіп қалса кемшіліктер, оны айып етпен. Әмияныңыздан қалай айырылып та қалғаныңызды байқамай қалуыңыз мүмкін. 4-ші қадам. Мұқтаж адамдарға жол ашыңыз. Балалар немесе қарт адамдар, жолаушылар, егер сіз сапар барысында сөйлесетін болсаңыз, басқаларға кедергі келтірмеу үшін оны тыныш орындаңыз. Әрине, қоғамдық жерде ұятсыз сөздер айтуға болмайды. Міне осы 2 слайдтағы ақпаратты қабырғаға алдында іліп қоясыз. Бұл жерде оқушылар жалықтырып бармас үшін, алған білімдерін толықтыру үшін 2-3 минутта таймер арқылы өздеріне оқытып аласыз. Жаңа айттым ғой, галереяны шарлау әдісімен. Одан кейін әрі қарай міне 5-ші не бар екен ғой, 5-ші, 6-ші, 3-ші ақпарат. Сізді итеріп жіберсе де, адамдарға дөрекі болмаңыз. Сыпайы адам кешірім сұрайды, бірақ сіз тәрбиесіз адамды осылай оқытпайсыз. Трамвай борлары сияқты болмаңыз. Көбінің көңіл күйі нашар болуы мүмкін, бірақ бұл оны басқалар үшін бұзуға себеп емес. 6-шы қадам. Егер, яғни ол адамның көңіл күйін түсінуіңіз керек деген сияқты. Ол қыз ауырып тұруы мүмкін, басқа да бір ойда тұруы мүмкін деген сияқты. Бірімізді түсінуіміз керек. 6-шы қадам. Егер сізге шығу керек болса, осы сәтке алдын ала дайындалыңыз. Барлығын шынтағыңызбен итеріп шығуға асықпаңыз. Сіздің алдыңызда тұрған адамдардан сыпайы түрде шығуға рұқсат сұраңыз. Олар сізді жібереді. 7-ші қадам. Қоғамдық көліктерде басқа адамдар көп жиналып атын орындардағыдай, әрқашан өзгелермен өзіңіз қалағандай ұстаңыз дейсіз. Міне осы 3 слайдтағы ақпарат қабырғада ілінеді де, жаңа айтамын, галереяны шарлау әдісімен оқытып аласыз. Минут біткеннен орнына отырасыз да, сабақты бекітуге арналған мына тестті слайдтан көрсетіп өзіңіз оқып бересіз. Балаларға тест деп қоясыз, сабақ бекітуін тест деп жаздыртасыз дәптеріне, сұрақтарды көшірмейді, жауап нұсқаларының ішінен дұрысын ғана белгілейді оқушылар. Сіз оқып тұрыңыз, оны басып қажеті де жоқ. Бірінші сұрақ, оқушылар дайындалады, дәптерлерін ашып, 1 деген реттік нөмірді қояды. Сіз оқисыз. Қоғамдық көлікке кірерде не істеу керек? Алдымен шығатын адамдарды өткізу.
Б. Барлығын итеріп кіру. С. Айқайлап кіру. Оқушылар дұрыс жауабын белгілейді. Бір, мысал үшін, дұрыс жауап А болса, бір А дейді. Немесе бір Б дейді деген сияқты. Екінші сұрақты оқисыз. 2 деп жазып қояды дәптерлерінде. Қоғамдық көлікке кімге орын беру керек? А. Достарыңа. В. Үлкен кісілерге, жүкті әйелдерге. С. Ешкімге. Бұл сұрақтың жауабы В. Үлкен кісілерге және жүкті әйелдерге. Үшінші сұрақ. Автобуста қатты сөйлеуге бола ма? А. Иә. В. Жоқ. С. Кейде. Төртінші сұрақ. Яғни жоқ бұның жауабы. Төртінші сұрақ. Қоқысты қайда тастау керек? Автобус еденіне, терезеден лақтыруға болады. С. Қоқыс жәшігіне. Бұл сұрақтың жауабы С. Бесінші сұрақ. Автобусқа жүгіріп кіруге бола ма? Иә. Жоқ. Егер асығып тұрсаң. Жоқ. Иә, ол қандай да бір ыңғайсыз тудыруы мүмкін, немесе жарақат алуы мүмкін. Алтыншы. Қоғамдық көлікке неге айғайлауға болмайды? Жолаушыларға ыңғайсыз, жүргізуші шошып кетеді. С. Екеуі де дұрыс. Бұл жерде екі жауабы бар. А және В. Так. Келесі. Жетінші. Қауіпсіздік белдігін кім тағуы керек? Жүргізуші ғана. Тек алдыңғы орында отырғандар. Барлық жолаушылар. Бұның жауабы барлық жолаушылар. Сегізінші. Автобус жүргізушісін мазалау дұрыс па? Иә, кез келген сұрақ қоюға болады. В. Жоқ, ол жүргізуге көңіл бөлуі керек. С. Кейде. Бұл сұрақтың жауабы жоқ, ол жүруге көңіл бөлу керек, оны алаңдатпау керек, көлік апатына келуі мүмкін. Тоғызыншы сұрақ. Терезеден бас шығару қауіпсіз бе? Иә, таза ауа керек. В. Жоқ, өте қауіпті. С. Қыс мезгілінде ғана. Бұның жауабы жоқ, өте қауіпті. 10-шы. Жолаушы ретінде сенің негізгі міндетің қандай? А. Қоғамдық тәртіпті сақтау. Әркім өз білгенін істеуі керек. В. Көліктің ішін өз қалауынша қолдану. Бұл сұрақтың жауабы А. Қоғамдық тәртіпті сақтау керек. Бұдан кейін оқушыларға бірімен бірін дәптерін алмастыра сұрайсыз, яғни бірін-бірі тексеру әдісі бойынша сіз жаңағы қайтадан ашып қойып сұрақтардың жауабын өзіңіз айтып тұрасыз. Яғни бірінші сұрақтың жауабы, балалар, қоғамдық көлікке кірерде не істеу керек екен? А. Алдымен шығатын адамдарды өткізу керек екен. Екінші. Қоғамдық көлікте кімге орын беру керек? В. Үлкен кісілерге, жүкті әйелдерге. Үшінші сұрақтың жауабы. Автобусты қатты сөйлеуге бола ма? Жоқ. Бұның жауабы В. Төртінші сұрақтың жауабы С. Бесінші сұрақтың жауабы В. Алтыншы сұрақтың жауабы А және В. Бұл жерде екі жауап бар деп қоясыз. Одан кейін жетінші сұрақтың жауабы С. Сегізінші сұрақтың жауабы В. Тоғызыншы сұрақтың жауабы В. 10-шы сұрақтың жауабы А. Балалар, бір жауап 1 балмен есептеледі. Максимум бұл тестта 11 жауап жинаймыз. Яғни жаңа білесіздер, бір сұрақта 2 жауап болды. Бірақ та әркім өзінің деңгейіне қарай сұрақтарға жауап берді деп ойлаймын. Енді тексерген оқушылар, сіз кімдікін тексердіңіз, ол қанша ұпай жинады деп кері байланыс алып аласыз да, оқушыларға тақырыпты жақсы түсінген екенсіздер, рахмет дейсіздер де, кім тамаша түсінген екен, осынша сұраққа жауап берді деп ауызша бағалап кетесіз де, сабақты қорытындылайсыз. Қорытынды сонымен.
жолаушылардың көліктегі тәртібі бұл қауіпсіздікті, ыңғайлылықты және өзара сыйластықты қамтамасыз ететін маңызды мәселе. Әрбір жолаушы өз жауапкершілігін сезініп, ережелерді сақтау арқылы жол қозғалысының мәдениетін жақсартуға және көліктегі сапарды жағымды етуге үлес қоса алады. Бұл біздің барлығымыздың қауіпсіздігіміз бен жайлылығымыз үшін қажет. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет деп, оқушыларды келесі сабаққа шығарып саласыз. Бұл ақпараттар сіздің 45 минутыңызға былай жарап тұр. Одан кейін оқушыларға интернеттен қосымша ақпараттарды көріп, және кез келген қоғамдық көлікте болсын, жеке көлікте болсын, жолаушы болған кезіңізде осы ақпараттарды ескеріп жүріңіздер деп тағы бір мәрте естеріне сала кетесіз. Сіздің де назар салып тыңдағаныңызға рахмет. Өзге де әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыз. Сабағыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Келесі кездескенше, құрметті менің әріптестерім, сау болыңыздар.